Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін веб әзірлеу негіздері, яғни бэкенд, фронтенд және архитектурасымен танысып болатын боламыз. Бэкенд деген не? Бэкенд қосымшаның көрінбейтін бөлігі. Бұл негізгі функциялығы деректерді сақтау және басқару, қауіпсіздік және аутентификацияны қамтамасыз ету болып табылады. Бизнес ережелер мен логиканы орындау. Жалпы HTTP және HTTPS, яғни бұл жері Hyper Transfer Protocol, веб-бетте деректерді тасымалдау протоколы. HTTPS қосымша SSL TLS шифрлауы арқылы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Байланыс негіздеріне тоқталып кететін болсақ, клиент пен сервер арасындағы өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді. Request, response, сұраныс пен жауап. Сұраныс request деп аталады. Дерек клиент пен серверге жіберіледі. Яғни жауап response серверден клиентке қайтарылады. Статус кодымен және бірге. Бұл жерде бэкенд әзірлеу үшін танымал тілдермен таныс болайық. Бұл, яғни көбіне қазіргі уақытта ыңғайлылығымен танымал. Бізде Python тілі, яғни танымал тілмен. PHP және JavaScript, Java тілдері болып табылады. Not JavaScript. Git және GitHub әзірлеушілердің құралы ретінде, яғни Git нұсқаларды басқару жүйесі. Кодтың барлық әзірлеу тарихын қадағалайды. Бұл қателерді оңай түзетуге және әрбір өзгерісті тіркеуге мүмкіндік береді. Негізгі амалдар git int, яғни git int жаңа қойма, git add, яғни бұл жерде өзгерістерді дайындау. Git commit, яғни өзгерістерді сақтау. Git push, яғни GitHubқа жіберу дегенді білдіреді. Серверді іске қосу. Node JavaScript және Express JavaScript мысалында қарастыратын болсақ, бізде Node JavaScript, JavaScriptті браузерден тыс, яғни серверде орындауға мүмкіндік беретін орындау ортасы болып табылады. Express JavaScript Node JavaScriptке арналған ең танымал минималистік және икемді веб қосымша фреймворк болып табылады. Алдарыңызда тұрғандай, міне Express, яғни біздерде const, яғни тұрақты жүргізу үшін бізде клиенттерді шақыруға, сұранысты орындауға мүмкіндік береді. Яғни порт арқылы бізде тұрақты нәтижемізді шығара аламыз. Контролер, яғни контролер белгілі бір маршрутқа жауап беретін негізгі функция. Оның міндеті сұранысты қабылдау, бизнес логиканы және қосу және жауапты дайындау болып табылады. Мақсатты кодты таза және оңай басқаратын ету. Middleware, яғни аралық болып табылады. Бұл, яғни сұраныс контейнерлеріне жетпей тұрып орындалатын функцияның сұранысын тексере алады және тоқтата алады. Қолданылуы, яғни аутентификацияда, журналдауда, деректерді тексеруде өте кең қолданылысқа ие болып табылады. Жалпы қорытындылайтын болсақ, бэкендтің ішкі моторы, яғни HTTP, REST, JSON сияқты оның сөйлеу тілі болып табылады. Бұл жерде JavaScript, яғни Python, Java тілдері біздерде міндеттерге сай таңдау жасауға мүмкіндік береді. Яғни get әзірлеушілердің міндетті құралы болып табылады. Яғни фреймворктармен, мысалы Express JavaScript серверді құруды жеңілдетеді бұл жерде. Сонымен қатар маршрутизаторлар, контролерлер, middleware, яғни бэкенд логикасының құрылымын біздерде құрылымына көмектеседі.
яғни сабағымызды қорытындылай келе біздер сабақ барысында жалпы біздер деректерді сақтау және басқару жүйелерімен танысқан болатынбыз. Сонымен қатар байланыс түрдегі, яғни жаңа терминдермен танысқан болатынбыз. Яғни request, сұраныс, жауап, response, request банағы кодымызда, яғни request біздерде сұраныс болатын болса, жауап ретінде біздерде response жауап, яғни деректердің қайтып келуі, банағы request, яғни біз клиент ретінде мысалы Google-ға немесе басқа да программалауды жазған кезде сұраныс орындатуымыз керек қой. Осы кезде сұранысты жіберу біздерге request деп аталады. Ал біздерге мысалы ChatGPT сияқты жасанды интеллекттерден біздерге жауаптың келуі банағы response деп аталады. Бұл жерде де есімізге сақтау керек, шатастырмау керек мәселелер. Сонымен қатар біздерде, яғни серверден жауап келеді деп айтқан болатын. Біздерде тағы да HTTP, яғни HTTP мен HTTPS-тің айырмашылығы, яғни бұл жерде веб-беттердегі тасымалдау протокол болып табылады. Бұлардың HTTP-де, яғни қауіпсіздік қатты сақталмаған, ал HTTPS-те бұл жерде қауіпсіздік негізі нақты көзделген болып табылады. Сонымен қатар біздегі банағы танымал тілдермен таныс болған болатынбыз. JavaScript, банағы бэкэнд орындаудағы басты тілдер ретінде айта кетуімізге болады. Бұл сабақ соңында сіздерге қажетті пайдаланылған әдебиеттерден сілтеме, бұны YouTube арнасына сіздерге тастап кететін боламын. Осы сілтеме арқылы өздеріңіз кіріп таныс бола аласыздар. Сабаққа кіргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.